Қалың мал үшін 5 рет тұрмысқа шыққан кім? Қуандық Бишімбаев пен Қайрат Нұртас дамбал бажа болып шықты ма? Назарбаевтың кіші отанында оқ атылды. TikTok қай қазақстандық шенеунікке жақпай қалды. Аманаттықтар аурухананы тартып алды ма? Астана мен Алматы әкімдері бюджет қаржысын неге ысырап етпек? Армысыздар, бұл қазақ айран әдеттегідей аптада болған маңызды оқиғаларға шолу жасаймыз. Менің атым Айдана Мейрамбайқызы. Сонымен бұл жетіде елді елең еткізген не болды өзі? Естімеген елде көп. Қазақстандық бойжеткен қалың мал жинау үшін 5 рет тұрмысқа шыққан. Әсел есімді 21 жастағы қыз табыс табудың жаңа әдісін былай жүзеге асырған. Бойжеткен әуелі көз түскен бойдағы жігітпен танысудың амалын жасайды. Кейін жігіттің көзін сүйіп күйетініне жеткізген. Сұлу қызға есі кеткен жігіт көп замай Әселді әулетіне келін етіп түсірген. Жақсы. Құт болсын. Құда жақсылық болсын, шырағым. Мен епшектің бейірімді шапаты болып, менің жасымды жолымды беріп, қосыларыма Құдай қосағарып. Алайда бұл қуанышы көпке созылмапты. Бойжеткен беташар мен тойын жасатып, қалың малын алған соң әр нәрсені сылтау етіп, ұрыс шығаруды бастаған. Кейін ауылда тұрғысы келмейтінін айтып, қайын жұртынан тайып тұрған. Осылайша айналдырған 2 жылдың ішінде бойжеткеннің беті 5 рет ашылған екен. Әсел құрыққа түсірген күйеулерімен ары кетсе 1,5 ай өмір сүрген. Ал тапқан қалың малына оқуының ақысын төлеген көрінеді. Бұл туралы көреміз ток-шоуында мәлім болды. Алданған жігіттердің туыстары бұл алаяқтықтың жаңа түрі деп полицияға арызданғандарын айтады. Біздің әулетке ауғыз айын тамыз айында келді. Толықтай 1,5 ай өмір сүрді. Хабар-шоу барды, әкесі деп әкесін таныстырды. Сол әкесіне 1,100,000 бергенбіз. Қолма-қол өзіміз бергенбіз. Түркістан облыстық полиция департаменті қалың мал алып жігіттерді сан соқтырып кеткен бойжеткеннің оқиғасы бойынша қазір мән-жайды анықтап жатыр. Ал қоғам белсендісі Гүлзат Асанхан мұндай алаяқтарға алданбау үшін әбден тексеріп, адалдығына көз жеткізу керек дейді. Осындай манипуляторлар, олар көбінесе уақытты тездетеді, яғни тез бұл бірдеңе болып қалып, документін көрсетпейді. Осындай сосын бұндай ситуацияларда мен үйлену керекпін, мен күйеуге шығу керекпін дейтін қыздармен ұзақ уақыт немесе ұлдар үйлену керекпін деп сенудің қажеті жоқ. Әке-шешесімен танысу керек, кімнің кім не нормально жүру керек. Алматы маңында ер адам Калашников автоматынан оқ атып елдің есін шығарды. Әлеуметтік желіде досының тойында оқ жаудырған жас жігіттің видеосы тарады. Бейне жазбада ер жігіт көліктен түсіп аспанға оқ атады. Тойға жиналған қауым оның бұл әрекетіне аң-таң болады. Ал бейне жазбаны таратқан автор оқиғаның қаскелеңде үйлену тойы кезінде болғанын айтады. Елдің есін шығарған жағдай 2022 жылдың жазында Қарасай ауданындағы мейрамханалардың бірінде болған екен. Бірақ біздің полицейлер бұл жайтты енді ғана біліпті. Алматы облысының полиция департаменті видео кейіпкерін ұстап қамауға алғандарын хабарлады. Айтуларынша 27 жастағы күдіктіден АК-74 автоматы табылған. Тәртіп сақшылары қаруды тәркілеп баллистикалық сараптамаға жіберген. Осы аптада атышулы Қуандық Бишімбаевтың сотында талай сұмдықтың беті ашылды. Бұған дейін құзырлылардың барлығынан құпия кодты жасырып, әбден әлекке түсіріп келген экс-шенеунік сотта телефонын ақыры ашып берді. Сол ақ екен Қуандықтың телефонынан небір былық бірінен соң бірі шықты. Бишімбаевтың Салтанат Нүкенованы қан жоса етіп қыспаққа алып жатқан видеосы жұрттың жағасын ұстатты. Ол аздай Бишімбаев Салтанат қайтыс болған түні басқа әйелдерге хат жазғаны белгілі болды. Соның бірі сотталушының телефонында Юлия Супер деп сақталған қыз.
Судья Бишімбаевтың бұл қызбен жазысқан хатын оқымақ болған сол еді, ол жеке жазбаны қарамаңыз деп азар да безер болды. Кто это Юлия Супер? Подсудимый Бишімбаев. Это личная переписка, Ваша честь, можно ее не смотреть? Алайда судья сотталушының бұл өтінішін пысқырмады. Бірден Бишімбаевтың супер деп бағалаған Юлиясымен жазбасын көпшілікке оқып берді. Переписка начинается 9 ноября 19:07, завершается 19:36. Так, Бишімбаев пишет 19:07. Как дела? Отвечает Юлия Супер. Приветствую, все в порядке, как твои? 19:10. 19:24 Бишімбаев пишет. Что дел? Вопрос. Свободно. Вопрос. 19:36 Юлия Супер пишет. Ресницы делала. 19:36 на вопрос Бишімбаева свободно отвечает во сколько? Сонымен Бишімбаев супер деп бағалаған, қандығымыз күні кездеспек болған Юлия кім дейсіз ғой? Көзі қырағы желі қолданушылары ол сылқым туралы мәліметтерді тауып ғаламторға жариялап жіберді. Кірсабын телеграм арнасындағы ақпаратқа сүйенсек, супер Юлия қыздарнет сайт арқылы интимді қызметтің түр-түрін көрсететін көрінеді. Тіпті бұған дейін бұл сылқымның Қайрат Нұртасқа да қызмет көрсеткенін жазды. Естеріңізде болса, ақпан айында желіде әншіден айнымайтын бір жігіттің пәтерде жартылай жалаңаш қызбен жүрген видеосы тараған еді. Даже что ты стесняешься? Ең қызығы, көпшілік қызу талқылап жатқан Юлия есімді осы қыз қыздарнет сайтындағы анкетасына «Иә, менімен Бишімбаев кездесті, онда тұрған не бар? Ештеме жоқ» деп жазған. Бұл жазбаға қарағанда сотталушы екеуі бұрыннан кездесіп жүрген сыңайлы. Айта кетсек, жуықта Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша көп сериялы сот эпопеясының соңғы нүктесі қойылмақ. Сот тергеуі аяқталды, енді 29 сәуірден бастап тараптар жарыс сөз өткізеді. Осы Қуандық Бишімбаевты қолдарынан келгенше қорғап жатқан адвокаттар Назкен Құсайынова мен Лейла Рамазанова өнерден кендемес екен. Әлеуметтік желіде қос адвокаттың Алла Пугачеваның «Живи спокойно, страна» әнін шырқап билеп жатқан видеосы тарады. Мен туралы айта түсіңіз, маған бұл тіпті ұнайды деген сөздері бар әнді Құсайынова мен Рамазанова текке айтып тұрған жоқ сияқты. Бишімбаевты қорғап сот кезінде небір қисынсыз сұрақтар қойған адвокаттар қазақстандықтардың әбден қытығына тиген. Сондықтан әлеуметтік желілерде олардың әрекетін мазақ ететін күлкілі видеолар көптеп тарады. Ал қос адвокат осы әндерімен құдды жұрттың сөзі бізге бәрібір дегенді меңзегендей. Қорғаушылардың ән салғанын көрген желідегі жұрт атақты тату тобы тарқамапты, олар арамызда жүр деп жазып жатыр. Бишімбаевтың бұрынғы әйелі Назым Қаһарман экс-күйеуінен қанша рет таяқ жегенін мәлімдеді. Ол Бишімбаевпен отбасылық өмірі қалай болғанын Әсел Қожақованың подкастында тәптіштеп тұрып айтып берді. Сөзінше 14 жыл отасқан кезінде Қуандық оған 8 рет қол көтерген, бірақ марқұм Салтанат Нүкенованы сабағандай ұрмағанын айтады. Жылдар бойы күйеуімді өзгерет деп күттім, бірақ онымнан түк шықпады дейді. Ал Қуандық түрмеден шыққан соң тіпті одан бетер өзгеріп, әрқашан менікі ғана дұрыс деген оймен өмір сүрді деп отыр. После такого жизненного испытания, да, человек там кардинально меняется, становится там прекрасным отцом, мужем и так далее. Ну и как бы вот я решила дать последний шанс, посмотреть, что там новенького. Где-то месяц мы прожили. На самом деле ничего новенького там не было. Человек вышел с тюрьмы с глубоким убеждением, что он был всегда прав. Бұған қоса Назым Қаһарман Бишімбаевқа өзгеру үшін психологиялық және рухани тұрғыда көп жұмыс істеу керектігін айтқан екен. Алайда күйеуі өзгерудің орнына керісінше келіншегіне шабуыл жасапты. Бірде ерлі-зайыптының арасында қатты жанжал шығып, Назым тіпті полиция шақыруға мәжбүр болған. Бірақ бұл Бишімбаевтың қанын басына шаптырған. Позвонить в полицию, это, наверное, была какая-то ошибка. Он так разозлился.
То есть это он забрал мой телефон, он утопил его в унитазе. То есть это была такая злость, такая, я думала, вот это конец. Серьезно? Да, и вот он настолько разозлился, что сейчас опять в историю войдет унитаз. Он схватил крышку, ободок. От унитаза? От унитаза он его вырвал и кинул в меня. Это на самом деле на большой скорости. Он в 2 раза больше меня. Это опасно. Я убежала, закрылась в кухне. Назым Қаһарман экс-күйеуі мұнысымен қоймай ас үйдің есігін тоқпақтап сындыруға шақ қалғанын айтты. Қатты қорыққан келіншек ақыры есікті ашуға мәжбүр болыпты. Бірақ балаларым араша түсіп аман алып қалды деп еске алды. Осыдан кейін Назым Қаһарман Бишімбаевтан ажырасып құтылғанын айтты. Алайда Бишімбаев ажырасқаннан кейін экс-әйелі мен балаларын материалдық тұрғыда көмексіз қалдырған екен. Ол Назым басқаратын фитнес-клубты да тартып алған. Қызылордада фотосессия жасамақ болған жігіт тұншығы бөле жаздады. Өзін Спарта жауынгерінің келбетінде көрсетіп, естелікке суретке түспек болған ол басына темір дулыға киген. Алайда суретке түскен соң тар дулығаны шеше алмай әбден әлекке түскен. Қасындағы досы да жігіттің қылқынып, қысылып қалған басын аман алып қалу үшін барын салыпты. Бірақ темір дулығаны сол күйі шеше алмай, ақыр құтқарушылардың көмегіне жүгінген. Қазақстандағы алғашқы спартандық атанбақшы болған адамды өлімнен арашалап қалған құтқарушылар нағыз жауынгердің қандай болатын кәсіби әрекеттерімен көрсетті. Мен қарадым. Тоқтат. Сәтсіз фотосессияның құрбанына айнала жаздаған жігіттің бұл әрекеті желі қолданушыларын қалжыңға қарық қылды. Бірі саусақ кірмейтін жерге басыңды сұқпа деген осы екен ғой деп жазса, ендігілері миымды қысып бара жатыр дейме, ми жоқ сенде брат деп мазақ етіп жатыр. Елімізде TikTokке шектеу қойылуы мүмкін. Бұл платформа балалардың тәрбиесіне теріс әсер етіп азғырып жатыр деген бір топ мәжіліс депутатының пікірінен соң жауапты министрлік оны бұғаттау мәселесін қарастырып жатыр. Әлеуметтік желілердің ішіндегі ең танымал, белсенді қолданушылары көп платформа толық бұғатталама жоқ па әзірге белгісіз. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның айтуынша қазір шет елдің тәжірибесі зерттеліп жатыр екен. Біз мынау көрші елдердің тәжірибесін қарап отырмыз ғой. Шынымен де қазіргі таңда жаңағы құқық бұзушылық фактілер әлеуметтік желідегі материалдарда өте көбейіп кетті. Белең алып отыр. Оны өздеріңізден көріп отырсыздар. Енді оның барлығы біздің ұлттық қауіпсіздігімізге ықпал етсе, әлбетте оны осындай шараларды қабылдауға алгоритм қандай болады? Мүлде жабу ма? Жоқ, әлі ол бұл шешілген дүние емес, бұл әрі қарастырылып, одан кейін жаңағы жалпы талқылауға қарастырылатын сұрақ. Министрдің мәлімдемесін депутат, бұрынғы оппозиционер сөз бостандығы жолында күресіп келген Ермұрат Бәпи де растай түскендей. Мәжіліс мен TikTok платформасын ескі Қазақстанның биліктен аластатылған өкілдері қазіргі билікті жұртқа жағымсыз тұрғыда көрсету үшін қолданып келеді деп мәлімдеді. Ескі Қазақстан тасадан тасатып, ақпараттық майданның отына май құя бастады. Шал кет деген ескі ұранды жаңғыртып, шал кел, біз асығыстық жасаппыз деген онлайн ұранды жалаулатып, ескіні аңсаудың амалымен ағайын арасын арандатқысы келеді. Кімнің кім екенін, ескі мен жаңаның айырмасын халық жақсы білуі тиіс. Ескінің есесін іздегендер TikTok, Facebook және WhatsApp арқылы таратып жатқан пропаганда пайда болды. Осылай деген Ермұрат Бәпи ел үкіметіне, бас прокуратураға, ақпараттық кеңістігімізге тұрақты мониторинг жасап, елдің бірлігіне сынақ ағатын арандатушылық сипаты бар заңға қайшы негізі жоқ фейк ақпараттардың жолын кесуді ұсынды. Ал TikTok өкілдерінің өздері Қазақстанның платформаны бұғаттауды қарастырып жатқанын естіп аң-таң болған. Себебі бұған дейін көптеген бастамамызға белсенді қолдау көрсетіп, TikTokты мәдениет пен басқа да пайдалы контентті дамытуға көмектесетін платформа ретінде мақтаған еді деп мәлімдеді.
Астананың әкімдігі президенттің сөзін пысқырмайтын секілді. Жуырда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев су тасқынына байланысты үкіметке бюджет қаражатын оңды-солды шашпай үнемдеуді тапсырған еді. Тіптен биыл өтуі тиіс халықаралық форумды да шығын көп болғандықтан 1 жылға шегіндірген. Бірақ соған қарамастан Астананың әкімдігі қазынаның 397 миллион теңгесін қаладағы жарнамалық баннерлерге жұмсамақ. Бұл туралы Протенге Телеграм арнасы хабарлады. Басылымның мәліметінше, ақшаның тең жартысы көшпенділердің дүниежүзілік ойындарын жарнамалауға арналған баннерлерге бөлінген. Бюджеттің ақшасын оңды-солды шашудан алдына жан салмайтындар Алматының әкімдігінде де аз емес. Қаланың кейбір көшелері ойдым-ойдым болып шұрқ тесіліп жатқанда Ерболат Досаев қалалық жарыстарды ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтерді сатып алуға халықтың 152 миллион теңгесін бөлген. Қаланың быт-шыты шығып жатса да бітпейтін фестиваль болып кетті деп сынғалды Егофпресс Телеграм каналда. Расымен алматылық шенеуніктер мұндай шараларды ұйымдастырғанша қаланың тоз-тозы шыққан көшелерін жөндесе игі болар еді, әйтпесе қала тұрғындары әкімдікті мазақ етуін тоқтатпайтын түрі бар. Акимат! Шымкенттен тағы да шу шықты. Ондағы балабақшада балақайларды шыбықпен шырқыратып тәрбиелеген. Жекеменшік бөбекжайдағы қатыгез тәрбиеші әйелдің әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Видеода әйелдің шиеттей ұл-қыздарды шыбықпен ұрып, орындыққа отырғызбақ болғаны анық байқалады. Бұл сұмдықты көрген ата-аналардың жүрегі шыдамай бақырып қоя берді. Мен балам қорқып жүзіп барса бұрышта. Шыбақты көрдіңіздер ма? Мен балам қорқып шығып баратыр бұрышқа. Айуан. Арсен жекеменшік балабақшасында болған жағдайдан кейін бір топ ата-ана полицияға шағымданған. Қазір балаларды шыбықпен шырқыратқан әйелдің үстінен қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатыр. Ал бөбекжайдағылар ол тәрбиешінің жұмыстан кеткенін хабарлады. Желі қолданушылары мына кісі жас кезінде ұзақ уақыт мал баққанға ұқсайды деп жазып жатыр. Мемлекеттен қомақты қаржы алып тікелей биліктің саясатын жүргізетін Аманат партиясы сынның астында қалды. Партияның Іле аудандық филиалының өкілдері онсыз да науқастар сыймай, сапалы қызмет көрсетуге үлгермей жатқан мемлекеттік ауруханаға жайғасып алған болып шықты. Мұны көрген жергілікті тұрғындар шу шығарып, кабинеттегі мамандарды сынға алды. Ал аурухананың жылы кабинетінде жұмсақ креслоға жасырын жайғасқан партия өкілі бұл жағдайды тұрғындарға түсіндіріп бере алмай әуреге түсті. Жоқ, сіздер қараңыздар, Аманат партиясы, мысалы бүгін Грестің больницасы, сіздерге сұрақ. Сіздер мысалға бұл жерде Аманат партиясы жалға алып отыр ма, алып отқан жоқ па? Ешқандай жау жоқ, бұл осы жердің Іле аудандық ауруханасының бастауыш партия ұйымының кабинеті. Жоқ, қараңыздар, ол жеке партия ғой. Жеке партия, ол жеке партия. Бұл мысалға жаңағы қарап отырсаңыздар, не емес, жаңағы мемлекеттік меншік емес, мемлекеттің жаңағы несіне кірмейді. Өзімен өзі Назарбаевтың жеке партиясы. 30 жыл басқарып, 30 жыл жеп келген Назарбаевтың партиясы. Дұрыс па? Енді сонда біз мемлекеттің меншігіне, мысалға енді мемлекетпіз ғой, өзіміздің мысалы государственный. Қалай сонда айтыңызшы? Мен ештеңе айта алмаймын. Осы біздің Грес, құдай-ай, уже 30 жыл басқарып, енді кішкене жететін шығар уже. Видеоны көрген желі қолданушылары аманаттықтардың бұл әрекеті ақылға қонымсыз деп жазып жатыр. Партия жетекшілері ту етіп көтерген, күнделікті айтып жұртқа жарнамалап жүрген әділдік пен адалдықтары қайда қалды деп пікірлерді қарша боратуда. Ал сіз қалай ойлайсыз, партия өкілдерінің ауруханаға жайғасып қызмет көрсету дұрыс па, бұрыс па? Пікірлеріңізді осы видеоның астында қалдырыңыз және біздің Қазақ Айранға жазылуды ұмытпаңыз. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.